Бүгін біз мына макушка жасаймыз, яғни ілмектерді қысқартамыз. Ол үшін біз ілмек қысқарта отырып узор шығарамыз. Сол себепті мұқият қарап отырып тоқыңыздар. Біз бірінші қатарда мына теріс ілмектерді қысқартамыз. Теріс ілмектерден бір ілмектен қысқартып отыратын боламыз. Сіздерге қазір көрсететін боламын. Маркерімізді кіргізіп аламыз. Содан соң бірінші оң ілмекті оң тоқимыз. Мына жерде алды теріс ілмек қой, соны бесеу қыламыз. Алғашқы бесеуін тоқимыз. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу. Енді мына алтыншы ілмекті былай шығарып алып, мына бетінен кіргіземіз де, мына қосаның бірінші ілмегімен қосып оң тоқимыз. Сол кезде бізде бір теріс ілмек кетті. Қараңыздар, 5 теріс ілмек қалды. И қосаның бірінші ілмегі басталып кетті. Содан соң қосада бірінші қатарда біз 9 ілмек оң тоқимыз. Біріншісін тоқыдық. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ілмек тоқыдық. 3 ілмекті шығарып аламыз арт жағынан. Сосын келесі 3 ілмекті оң тоқимыз. Біреу, екеу, үшеу. Жаңа шығарып алған 3 ілмегімізді қайтадан сол қолдағы спицаға кіргіземіз. Оң тоқимыз. 2, 3. Міне, одан кейін қалған 3 ілмекті оң тоқимыз. Біреу, екеу. Мына үшінші ілмекте міне, мына екі соңғы ілмекпен мына терістің бір ілмегін қос тоқимыз. Сіздерге түсінікті болсын. Міне, қосаның 18-ші ілмегімен ортада 6 ілмек бар ғой, теріс. Сол теріс ілмектің біріншісін және қосаның соңғы ілмегін екеуін біріктіріп оң тоқимыз. Содан соң қалған 5 теріс ілмекті тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5. Міне біздің бірінші рапорттағы ілмектер уже қысқарып жатыр. 6 теріс, 18 қоса 6 теріс еді ғой. Енді 5 теріс, 18 каса ілмегі және 5 теріс ілмек болып қысқарды. Қалған рапорттарды да дәл солай тоқимыз. Біз мына бірінші мына ортада жүрген оң ілмегіміз бар ғой. Бұны тиіспей дәл солай тоқи береміз. Біз тек қана бірінші қатарда теріс ілмектерді тоқимыз. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу. Алтыншы ілмекті былай айналдырып аламыз да қосаның бірінші ілмегімен бірге оң тоқимыз. Қосаның 9 оң ілмегі бірінші қатардағы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
үшеуін шығарып аламыз. Одан кейінгі үшеуін оңды оқимыз. Біреу, екеу, үшеу. Қайтадан кіргіземіз ілмектерімізді. Оларды оңды оқимыз. Біреу, екеу, үшеу. Біреу, екеу. Және соңғы қосан ілмегімен теріс ілмекті біріктіріп оңды оқимыз. Сосын 5 теріс. Екінші рапортымыз аяқталды. Қалған екі рапортты да дәл осылай қысқартып шығамыз. Оны мен соңына дейін қысқартып біттім. Енді келесі қатарды, екінші қатарымызды ешқандай өзгеріссіз дәл осылай тоқитын боламыз. Үшінші қатарда тағы осылай терістерді қысқартатын боламыз. Бір қатар өзгеріссіз тоқыңыздар, сосын келесі қатарды көрсетемін. Міне екінші қатар тоқып біттім. Екінші қатарда оңды оң, терісті теріс тоқыдым. Ешқандай қысқарту жасамай. Енді үшінші қатарда тағы қысқарту жасап отырып ұзыр жасаймыз. Бірінші ілмек оң тоқып аламыз. Бұл жолы теріс ілмек енді төртеу болады. Біреу, екеу, үшеу, төртеу. Бесінші ілмекті бағанағыдай шығарып алып былай ауыстырамыз спицаға. Сөйтіп қосаның алғашқы ілмегімен бірге оң тоқимыз. Біз үшінші қатарда 6 оң тоқып, сосын бастар ілмектерді шығарып алушы едік қой. Енді осыны дәл солай тоқимыз. Бірінші оң кетті. 2, 3, 4, 5, 6. 6-ны тоқыдық. 3 оңды шығарып аламыз артына, артқы бөлігінен. 1, 2, 3 ілмекті шығарып алдық мұны. Содан соң келесі 3 ілмекті оң тоқимыз. 1, 2, 3. Одан кейін шығарып алған 3 ілмегімізді қайтадан кіргізіп, тағы 3 оң тоқимыз. 1, 2, 3. Енді тағы 3 ілмекті шығарып аламыз. Үш оң тоқимыз. 1, 2, 3. Шығарып алған 3 ілмегімізді қайтадан кіргіземіз. Оны да оң тоқимыз. 1, 2. Біз соңғы ілмекпен теріс ілмекті қысқартамыз. Бірінші ілмекті, соңғы ілмекті іліп аламыз да, теріс ілмекті тағы айналдырамыз. Жердегідей бұлай теріс бұршық қалмау үшін осылай айналдырып қысқартамыз. Қайтадан соңғы теріс ілмекпен қосаның соңғы ілмегін оң тоқимыз. Келесі теріс 4 ілмек. 2, 3, 4. Қалған 3 рапортты да дәл осылай қысқартып шығамыз. 4-ші қатарда біттім. Енді 5-ші қатарды, 3-ші қатарды біттім. 4-ші қатарды енді ешқандай өзгеріссіз тоқып шығамыз. 4-ші қатарда тоқыдық. Оңды оң, терісті теріс тоқып шықтық. Енді 5-ші қатарда біз теріс ілмектерден қысқарттық қой. Алдыңғы 1-ші және 3-ші қатарда.
Енді бұл жолы біз 5-ші қатарда мына қос ауызордың 18 ілмегін 12 ілмекке қысқартатын боламыз. Маркерімізді кигізіп алып тоқимыз. Бірінші теріс ілмектерді теріс тоқимыз. Теріс тоқылды. Мына косаның 18 ілмегінен қысқартамыз. Мына бірінші 2 ілмекті мына жағынан емес, спицаны сырт жағынан кіргізіп тоқимыз. Сол кезде біздің қысқартқанымыз көрінбей қалады. Біреу. Келесі ілмекті жай тоқимыз. Одан кейінгі 2 ілмекті тағы да біріктіріп қысқартамыз. Содан соң тағы 1 ілмек. Одан тағы 2 ілмекті бірге ілмектің алдыңғы жағынан оң спицамызды кіргізіп тұрып қысқартамыз. Өзінің келесі ілмек. Міне, көрдіңіздер ғой, бізде 5-ші қатарда 9 ілмекті оң тоқып, содан соң ілмектерді шығаратын едіге. Сол бірінші 9 ілмегіміз 6 ілмекке қысқарды. Енді мына жерде 3 ілмегімізді шығарып аламыз артынан. Одан кейінгі 3 ілмекті тоқымыз керек еді. Соның алғашқы 2 ілмегін дәл жаңағыдай қысқартамыз. Келесін тоқимыз. Міне, бізде 3 ілмек тоқылу керек, 2 ілмекке қысқарды болды. Артындағы 3 ілмекті қайтадан кіргізіп аламыз сол қолдағы спицаға. Міне, оның алғашқы екеуін дәл жаңағыдай мына ортасынан емес, бұлай алдыңғы жағынан кіргізіп қысқартамыз. Және үшіншісі. Міне, енді мына жерде 3 ілмек қалды. Бұл жердегі 3 ілмекті де дәл сондай екеуін қысқартамыз, 1 ілмек қылып. Және соңғы ілмекті оң тоқимыз. Теріс ілмек, теріс тоқимыз бұл қатарда. Міне, осылай бірінші рапорт қысқарды. Мені байқасаңыздар, біздің қысқартқанымыз көрініп тұрған жоқ, жасырынып. Қысқартқан ілмектеріміз ерекше көзге көрінбейді. Қалған рапорттарды дәл осылай қысқартамыз. Одан соң 6-ші қатарда ешқандай өзгеріссіз, оңды оң, терісті теріс тоқимыз. Міне, 6-ші қатарды өзгеріссіз тоқыдық. Енді 7-ші қатарда терістен қысқартатын боламыз. Бірінші және 3-ші қатардағыдай қысқартамыз. 1 оңды тоқыдық. Бірінші теріс, 2 3 4-ші теріс ілмегімізді айналдырып арт жағынан кіргізіп шығарып аламыз да, былай кіргіземіз. Сонымен косаның ілмегіне оң тоқимыз. 7-ші қатарда біз 3 оң тоқып, 3-ін шығарып алып сөйтіп тоқып жүрдік қой. Енді бұл жолы біз косадан қысқартқандықтан 2 оң тоқимыз. Міне, біреу кетті, 2 оң. Содан соң 2 ілмекті шығарып аламыз. Алдыңғы жағына шығарып аламыз. Алдын 3 ілмек шығарып алып жетіп қояды. Бұл жолы енді 2, себебі бағана біз 6 ілмекті қысқартып тастадық. Содан соң 2 оң тоқимыз. Біреу, 2. Қайтадан шығарып алған 2 оңымызды, оң ілмегімізді сол спицаға кіргізіп, ол екеуінде оң тоқимыз. Біреу, 2. Қалған 9 ілмек қалушы еді ғой. Біз қысқартқаннан кейін бізде 6 ілмек қалады. 6 ілмекті оң тоқимыз. Міне, соңғы ілмекпен
теріс ілмекті біріктіріп оң тоқимыз. Ілмекті сыртқы жағынан кіргізіп аламыз. Бізде теріс ілмек қысқарттық. 3 ілмек теріс тоқимыз. Бізде көрдіңіздер, мына жақта теріс ілмектеріміз 4-еу еді. Мына соны 3-ге қысқарттық. Қалған 3 рапортты да дәл осылай қысқартып шығамыз. Теріс ілмектерді ғана қысқартамыз, ал косаның ілмектерінен ұзор шығара береміз. 8-ші қатарда ешқандай өзгеріссіз тоқимыз. 9-ші қатарда көрсететін боламын. 8-ші қатарда оңды оң, терісті теріс тоқыдық. Енді 9-ші қатарда тағы да мына 3 теріс ілмегімізді 2-ге қысқартатын боламыз. Оңды оң тоқимыз. Терісті 1-еу, 2-еу. 9-ші қатарда біз 3 ілмекті шығарып алып, 3-ін тоқушы едік. Енді бұл жолы 2 ілмекті шығарып аламыз, бірақ мына соңғы теріс ілмекпен бірге 3-ін шығарып аламыз. Міне, соңғы теріс ілмекті және косаның 2 ілмегін шығарып аламыз. Алдыңғы жағынан. Содан соң 2-ін тоқимыз. 1-еу, 2-еу. Қайтадан 3 ілмекті кіргізіп, осы жерден мына бағана теріс ілмегімізді мына жаққа қосып кіргіздік қой. Сол 2-еумен мына 2 ілмек косан ілмегімен біріктіріп тоқимыз. Кішкене қиындық туғызады. Бастысы оң, одан кейін 2-ші оң. Мына бізде көрдіңіздер ғой, теріс ілмек жасырылып кетті, көрінбей. Міне 2-ін тоқыдық. Косан 2 ілмегін шығарып алуымыз керек еді. Теріс ілмекпен бірге 3 ілмек қып шығарып алдық. Содан соң 2 оң тоқыдық. Мына шығарып алған 2 ілмегімізді теріс ілмекпен 3 ілмекті қайта кіргізіп, біріктіріп, 2 қылып қысқарттық. Енді қайтадан 2 ілмекті теріс шығарып, алдыңғы бөлігіне шығарып аламыз. Екеуін тоқимыз. Шығарып алған 2 ілмегімізді қайта сол спицаға кіргізіп, тағы оң тоқимыз. Алты ілмек оң тоқып жедік қой, басында ешқандай қысқартусыз. Бұл қысқартқаннан кейін енді 4 ілмек болып қалды. 4 ілмек тоқимыз. Соңғы ілмегімізді мына жақтағы теріс ілмекпен біріктіріп оң тоқимыз. Қалған 2 ілмекті теріс тоқимыз. Міне бізде бірінші рапорт бітті. Көрдіңіздер ғой, мына жердегі 3 ілмек 2 ілмек болды теріс. Мына жақтағы 2 теріс ілмек, 3 теріс ілмек 2 ілмек болды.
Дәл осылай қалған рапорттарды да қысқартамыз. Қазір мен сіздерге тағы бір рет екінші рапортты көрсетейін. Үшінші, төртінші рапортта өзіміз қысқартамыз. Теріс бірінші, екіншісін тоқимыз. Бізде қазір қосау зорында екі ілмекті былай шығарып алуымыз керек алдына қарай. Бұл жерде теріс ілмекпен бірге, теріс ілмекті айналдырып алыңыздар сразу. Қиындықты қозбасын. Теріс ілмекпен бірге үшеуін екі қосаның ілмегі және теріс ілмек шығарып алып бөлек қоя тұрамыз. Содан соң екі оң тоқимыз. Шығарып алғанына екі қосаның және бір теріс ілмегімізді кіргізіп, теріс ілмекпен қосаның екі ілмегін біріктіріп тұрып, бір ілмекке қысқартамыз. Және екінші ілмекті оң тоқимыз. Қалған ілмектерді қалған екінші тағы екі ілмекті шығарып аламыз. Екеуін оң тоқимыз. Екеу шығарып алған ілмекті қайта кіргізіп, оны да оң тоқимыз. Екеу қалған ілмектерді оң тоқимыз. Мына қосан соңғы ілмегімен теріс ілмекті біріктіріп, екеуін тағы бір ілмек қысқартамыз. Оң тоқыдық. Мына бізде теріс ілмек, үш ілмегіміз екі ілмекке қысқарды. Мына екінші рапортты бітірдім. Қалған үшінші, төртінші рапортта да дәл осылай қысқартамыз. Содан соң 10-шы қатарда оңды оң, терісті теріс етіп тоқимыз. Мына 10-шы қатар тоқыдық. Енді 11-ші қатарда біз терістерді емес, қосау зорынан қысқартатын боламыз. Оңды оң тоқимыз. Терісті теріс тоқимыз. 11-ші қатарда екі оң тоқып, екеуін шығарып алушы едік қой. Енді бұл жерде біз екі ілмекті бір ілмек қылып тоқимыз. Міне. Екі ілмек тұр ғой. Біреу, екеу. Сол екеуін бір ілмекке қысқартамыз. Біреу кетті. Екеуін шығарып аламыз. Тағы екеу тоқушы едік қой. Сол екеуді біреу қылып тоқимыз. Яғни біздің қосадағы 12 ілмегіміз қазір 6-ға қысқарады. Біреу болды. Екі ілмегімізді қайтадан кіргіземіз. Сөйтіп, бұларды да біреу қылып тоқимыз. Содан соң мына жердегі екі ілмегімізді қайтадан шығарамыз. Екі ілмекті тағы біріктіріп тоқимыз. Шығарып алған екі ілмегімізді қайта кіргіземіз. Оны бір ілмекке қылып тоқимыз екен. Соңғы екі ілмекті біріктіріп бір ілмек қыламыз. Терісті теріс тоқимыз. Міне біздегі бірінші рапорт аяқталды. Міне екі теріс,
12 оң ilmегimiz 6 ilmekке қысқарды. Осылай қалған рапорттарды да қысқартамыз. 12-ші қатарда ешқандай өзгеріссіз тоқимыз. 12-ші қатарда өзгеріссіз оңды оң теріс тоқыдық. Енді 13-ші қатарда 2 теріс ilmekті 1 теріс ilmek қоямыз. Оңды оң тоқимыз. 1 теріс тоқимыз. Келесі терісті айналдырып кіргізіп ilmekке қосана ilmегімен оң тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5 және 6-ші ilmekпен соң теріс ilmekті біріктіріп оң тоқимыз. Бізде 1 теріс ilmek қалды. Теріс. Бізде уже бір рапортта осыншақ ilmek қалды. Қысқарт бастадық. Қалған ilmek рапорттарды дәл солай тоқитын боламыз. 13-ші қатарда қысқарттық. Енді 14-ші қатарда ешқандай өзгеріссіз тоқимыз. Міне 14-ші қатарды бітірдік. Енді 15-ші қатарда тоқимыз. Мына дөңгелек спицамен қиын болғандықтан біз мынада қосымша спицаларды қолданамыз. Яғни жібіміз ilmekтерімізді 4-ке 5-ке бөліп тұрып тоқимыз. Бұл жолы енді мына теріс ilmekті мүлде жоқ қыламыз. Спицамыздың несін бөлек жіберіп қоя саламыз былай. Өзіміз басқа спицамен тоқимыз. Терісті айналдырып оңмен бірге тоқимыз. Бізде уже теріс ilmek қалмады. Жағынан шығарып алып тоқыңыздар. Тоққан кезде қолдарыңызға ыңғайлы болады. Теріс ilmekті соңғымнан оны да былай біріктіріп тоқимыз. Міне бізде бірінші рапортта мүлде теріс ilmek қалған жоқ. Келесі рапортта да дәл солай тоқитын боламыз. Теріс ilmekті айналдырып оң тоқимыз. Теріс ilmekпен бірге бізде тоқылды. Енді біз маркерімізді алып бастаған жерімізді ұмытып қалмау үшін былай белгілеп қоямыз. Енді ары қарай тоқитын боламыз. Мына жерде екінші спицаны алып, нәзікке тоқитын спицалар ғой, сонымен жалғастырамыз. Терісті айналдырып
Бұл қатарда полный теріс ілмектердің барлығы жоқ болады. Тек оң ілмектер қалады. Келесі қатарды ешқандай өзгеріссіз тоқимыз. Одан кейінгі қатарда оң ілмектерді қысқартатын боламыз. Кішкене қиындықтар туғызады. Соңғы теріс ілмегіміз қалды бізде. Осы соңғы теріс ілмегімізді біріктіріп оңды тоқимыз. Оны біз осылай екі бөліп алдық. Енді келесі қатарда ешқандай өзгеріссіз оң тоқитын боламыз. 16-шы қатарды өзгеріссіз тоқыдық. Енді біз 17-ші қатарда оң ілмектерді қысқартамыз. Бізге мынандай нәски тоқитын 4 сым алғансаңыздар болады. Кішкене тоққанға ыңғайлы болады. Міне оң ілмектерді тоқимыз, 2 ілмек қылып 1 ілмек шығарамыз. Барлығын арасына ешқандай үзіліс жасамай, әрбір 2 ілмекті 1 ілмек қылып тоқып шығамыз. Кішкене ілмектерді қысқартқан сайын тоқу ыңғайсыздау болып жатыр. Сіздерде де бұндай қиындықтар болады деп ойлаймын, себебі бұл ілмектерді қысқартқан сайын тартылып кішкене тоқуға ыңғайсыз болады, бірақ біздің шапқамыз әдемі болып бекітіледі. Мына жерде біз бүйтсек болады. Осыны тағы жай ғана спицамызды кіргізіп алып, тоқуға ыңғайлы болсын деген ниетпен ғой. Тағы бір бөлікке бөлсек болады. Төртінші спицамен тоқимыз да. Сол кезде арасы да ашылып сіздерге де түсінікті болады. Осылай қысқарттық. Енді соңғы жағы қалды.
Соңғы ілмегімізді қысқарттық. Соңғы ілмегімізді қысқарттық. Енді міне біз барлық қатарды бітірдік. Міне маркерімізді қойып қойғандай бастайтын жерімізге келдік. Мына соңғы ілмегімізді шығарып аламыз. Содан соң міне осы соңғы ілмекке мына ілмектерді кигізіп отырамыз. Соңғы ілмектің үстінен өткізіп бұлай кигіземіз. Көрдіңіздер ғой, мына ілмекті де үстінен кигізіп шығарып отырамыз. Осылай аяқтаймыз. Енді мына жақтағы бөлігіне өтеміз. Бұнда кіргізіп, жай ғана былай шығарып отырамыз. Енді мына соңғы ілмегіміз қалды. Соңғы спицадағы. Осыған бос ілмек аламыз. Сөйтіп қатты тартамыз. Міне көрдіңіздер, төбесі домалақ әдемі қысқарды. Қайшымызды алып, мына жіпті үземіз. Осылай. Көріп тұрғандарыңыздай біздің шапкамыз аяқталды. Мына жіпті біз мынандай крючокпен ортасынан кіргізіп іліп алып астарына өткіземіз. Жақсылап тартамыз. Және бұны жай астарында ілмектерге кіргізіп алып, бұлай іліпті қатты тартып бекітеміз. Кейін жібіміз ашылып, төбесі босап қалмас үшін осылай кіргізіп бекітеміз. Қалғанын жіпті бұлай жасырып тастаймыз арасына. Осылай жасырып, артық жіптерімізді көрсетпей қоямыз. Әдемі болу үшін мүмкіндігінше жасырып тастаған жақсы. Біздің артық жібіміз жоқ. Мына артық жібімізді де дәл осылай мына жағына талғап
жасырып тастаймыз. Содан соң сіздерге помпон қоюды көрсететін боламын. Мына біз помпонымызды жалғаймыз. Яғни біз натуральный помпон алғандықтан мынандай жібі бар. Мына крючокты астынан кіргіземіз. Ортасынан. Тура тесіктің ортасынан емес, мына жағынан шығарамыз да, мына бір жібін былай кіргіземіз. Тартып аламыз. Астарынан. Екінші жағынан тура соған қарама-қарсы тұрған бетінен крючогымызды шығарып, мына екінші жібін кіргізіп аламыз. Мына осылай астына кіргізіп алған соң, бұны жай ғана байлап қоямыз. Шапкаңыз жуатын кезде, еған кезде, бұл помпонды былай шешіп алып тастайсыздар да, шапкаларыңызды жуа бересіздер. Міндетті түрде тоқып біткен бұйымды бірінші жуып аласыздар, шапкаларыңызды, содан кейін барып помпонын қоясыздар. Себебі жіптің сақталуы үшін, кішкене жіптің қанша айтқанмен табиғи өнім болғандықтан, оның құрамына ұзақ сақталу үшін жаңағыдай себет химиялық қоспалар. Жуған кезде мына біздің шапкамыз өте жұмсақ, жаңағы себілген химиялық қоспалар кетіп, өте әдемі және ісініп, әдемі болып тұрады. Міне біздің бренд шапкамыз дайын.